мектеп оқушылары немесе мұғалімдер арасында көп маңызды құжаттар болуы мүмкін. Оның барлығын жеке тасымай, осылай дәптер немесе журнал артына қалташа жасап барлығын жинастыруға болады. Қолыңызда степлер немесе желім болса, жай ақ парақты дәптер немесе журнал артына жабыстырып қойса болады. Байқағандарыңыздай, ақпараттың үстіне желім немесе степлерді қолданбаймыз. Енді маңызды заттар мен керекті құжаттардың барлығын осылай дәптер немесе журнал артына жинастырып қойса болады. Үнемді әрі пайдалы лайфхактың бір түрі. Бұл лайфхак мектеп оқушыларына өте көп көмегін тигізеді. Бірақ та көшіргеннің орнына есте сақтап алған өте тиімдірек. Алайда қолымыз тимей бір тестке дайындала алмай қалған кезде, осындай масканың ішіне керекті формулаларды жазып ала аламыз. Және де мұғалімге білдіртпей, осы масканы тағып алып, тест кезінде ақырын қарап отырса болады. Үшінші лайфхак алгебра немесе геометрия сабағында көмектеседі. Қолдарыңызда 2 карандаш және өшіргіш болса, осы үшеуін резинке немесе скотч арқылы байлап қоя аламыз. Егер циркуль сыныптастарыңызда да болмаса, осы лайфхак сізге көмектесе алады. Төртінші лайфхак мектеп оқушыларына көп көмегін тигізбесе де, жаттамаған тест кезінде көмектесе алады. Видеодағыдай өшіргіштің ортасын кесіп, бізге керек шпаргалканы соның ішіне тығып қойса болады. Бірақ мұғалімге ұсталып қалмаңыз. Шпаргалка оқушыға көп көмек береді. Алайда кейбір оқушылар формулаларды есте сақтай алмайды. Ондай кезде шпаргалканы қолданатын басқа да әдістер болады. Үйден жазып әкелген шпаргалкамызды қаламның ішіне тығып қоямыз. Және де тест тапсыратын кезде оны ашып, қарай берсеңіз болады.